Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен калориясы төмен, ағзаға пайдалы, әрі жеңіл кәдіден жасалған ораманың рецептісімен бөлісетін боламын. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Менімен бірге болыңыздар достар. Кәдіні осылай турап аламыз. Осындай жұқалап турап аламыз. Жалпақ ыдыстарға осылай кәділерді орналастырамыз. Тұз салып аламыз. Үстіне тұз себелейміз. Екі жағын тұздаймыз жақсылап. Қалағанымызша. Бұрыштаймыз. Менде қара бұрыш, кез келген жақсы көретін дәмдеуіштерді қосуға болады. Келесі жағын айналдырып, оны да бұрыштаймыз. Лимон шырынымен құйып шығамыз үстіне. Лимон шырынын құйып аламыз жақсылап. Және де зәйтүн майымызды себелейміз. Май. Енді өстіп екі жағына жағып шығамыз. Шөткімен немесе қолмен де жақсақ болады. Кірейік жаңғақтарын турап алам. Каперсті осылай суға шайып алып сүземіз. Енді турап жібереміз бұны да. Мен мынандай каперстерді қолданамын. Аламыз. Жасыл базилик жапырақтарымызды тураймыз енді.
сливочный творожный сыр. Кез келген осындай жұмсақ сырларды қолдануға болады. Енді осылай жақсылап араластырамыз. Біз салмамызды жасағанша кәділеріміз маринадталған. Енді кәдіміздің рулетімізді жасаймыз. Рулетімізді аламыз. Ортасына қалаған мөлшерде салмамызды салып, осылай ораймыз. Жүп-жұмсақ. Кәдіміздің сырты жүп-жұмсақ болып, күшті маринадталған. Кез келген формада жасасаңыздар болады. Осылай қоя береміз. Базилик жапырақтарымен осылай әсемдедім. Менікі мынандай бальзамический крем. Осы креммен бетін әсемдейміз. Осылай әсемдедік. Өте дәмді кәдіден жасалған орамаларымыз дайын. Бұл өте дәмді болып келеді. Өте дәмді әрі төмен калориялы тағамға жатады. Сондықтан диета кезінде қолданған өте пайдалы. Сонымен қатар бальзамик кремін қолдансаңыздар да болады, қолданбасаңыздар да болады. Қалауларыңызға байланысты. Егер каперсті жақсы көретін болсаңыздар, ол керемет таптырмайтын тағам түріне жатады. Сонымен қатар өз қалауларыңыз бойынша салмасын салсаңыздар да болады. Өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Дәмін енді видеомен айтып сіздерге жеткізе алмаймын. Өздеріңіз жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.